Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Students Book Unit 6 Asking Questions in Class атты сабақтағы жаттығудың жасалу жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 74, 74-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін өз каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз Asking Questions in Class. Сыныпта сұрақтар қою деп аталады. Бүгінгі сабақта бізге диалог берілген. Сол диалогты оқып аударып, сол диалог бойынша тапсырмалар орындап, жаңа диалог құрастырып үйренеміз. Exercise 1. Look at the photo. Суретке қара. Where are Rosa and Tom? Роза мен Том қайда деген сұраққа жауап беруіміз керек. They are in class at school. Yes. Олар мектепте, сынып бөлмесінде. Next exercise 2. Complete the dialogue with the words in the box. Then listen and check. Осы суреттің төмен жағында берілген диалогтың түсіп қалған сөздермен толықтыруымыз керек. Яғни how, understand, can деген үш сөз түсіп қалыпты. This dialogue between Rosa and Tom. Бұл диалог Роза мен Томның ортасындағы диалог. Let's read and translate this dialogue. The first, Rosa. Tom, can you speak German? Tom, сен неміс тілінде сөйлей аласың ба? Tom, yes I can. Why? Иә, сөйлей аламын. Неге сұрадың? I don't understand this. Мен мынаны түсінбей отырмын. How do you say read in German? Read сөзі, яғни оқу сөзі неміс тілінде қалай болады? Қалай айтасың? I think it's lesson. Менің ойымша, ол lesson. Sorry, can you say that again? Кешір, қайталай аласың ба? How do you pronounce it? Сен қалай дыбыстадың? It's lesson. Can you spell that for me, please? Яғни, әр әріпті жеке дыбыстап айтып бере аласың ба, өтінемін? Yes, of course. Иә, әрине. It's L-E-S-E-N. Okay, thanks. Иә, рахмет дейді. Next, exercise 3. Listen to the key phrases. What are the responses to the key phrases in the dialogue? Practice the dialogue. Сіздерге тапсырма, мынау фразаларға диалогта қалай жауап берген. Осы фразаларды тыңдап, дыбыстап, үйреніп, одан кейін диалогты рөлмен оқыңыздар дейді. Яғни жауаптары. Can you speak German? Сен неміс тілінде сөйлей аласың ба? Yes, I can. Яғни тек қана неміс емес, German, яғни неміс тілінің орнына кез келген басқа тілді қоя аласыздар. Қойып, сұрақ қоя берсе болады. Next. How do you say read in German? Яғни read сөзі неміс тілінде қалай болады? I think it's lesson, yes? Next. Sorry, can you say that again? Қайталай аласың ба? It's lesson. How do you pronounce it? Сен қалай дыбыстайсың? It's L, яғни pronounce деген не ғой? Қалай айтасың? Can you spell that for me? Қалай дыбыстаймыз? It's L-E-S-E-N деген сияқты. Next exercise 4. Match questions 1 and 2 with answers A to B. Which question is a request? Find another request in the dialogue. Now, сіздерге can модальді жетістігінен сұрау сөйлемдер берілген, сол сұрау сөйлемдерге қалай жауап беруге болады? Және диалогта қалай жауап берген? The first. Can you speak German? Can you speak German? B. Yes, I can. Немесе неміс тілінде сөйлей алмасаңыз, no, I can't деп жауап беруге болады. Ал неде? Диалогта бұған yes, I can деп жауап беріңіз. The second. Екінші сұрақ. Can you spell that for me, please? Сен оны маған дыбыстап айтып бере аласың ба? Yes, of course деп жауап беруге болады. Егер дыбыстап айтып бере алмасаңыз, no, sorry, I can't деп жоқ, кешір, айтып бере алмаймын деп жауап берсеңіз болады. Ал диалогта yes, of course деп жауап бергеніз. Next, exercise 5, work in partner, яғни досыңызбен бірге жұмыс. Take turns to ask questions with can you think of more questions? Сіздерге тапсырма, can модаль жетістігін пайдаланып, сұрау сөйлем құрастырып, досыңызбен бірге сұхбат жасауларыңыз керек. Басқа да сұрау сөйлем жасай аласың ба дейді. Яғни 5-ші жаттығудан қандай сұрау сөйлемдер шықты? Can you speak Japanese? Сен
жапон тілінде сөйлей аласың ба? Can you do my homework, please? Сен менің үй жұмысымды орындай аласың ба? Can you dance? Сен билей аласың ба? Can you make a cake for me, please? Сен мен үшін торт пісіре аласың ба? Can you sing? Сен ән айта аласың ба? Can you buy a present, please? Сен сыйлық сатып ала аласың ба? Can you cook? Сен тамақ пісіре аласың ба деген сияқты сұраулы сөйлемдер шықты. Next, exercise 6. Ask and answer the question. Төмендегі сұрақтарды жаңағы досыңызбен бірге қойып, оған жауап бер дейді. For example, the first question, can you speak Russian? Сен орыс тілінде сөйлей аласың ба? Yes, I can. How do you say understand in your language? Сенің тілінде understand сөзі қалай болады? I think it's түсіну, yes? The third, how do you pronounce the name of this book? Мына кітаптың, осы кітаптың жаңағы атауы қалай айтылады? It's English plus. How do you spell шимпанзе? Шимпанзе сөзін қалай дыбыстаймыз? It's C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E. Sorry, can you say that again? Сен оны қайталай аласың ба? C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E. Next, exercise 7. Test your partner. Use the key phrases and the vocabulary from units 1 to 5. Яғни сіздерге тапсырма осы бірінші және де 5-ші тарау бойынша берілген кез келген беттегі нелерді сөзді алып досыңызбен бірге осындай ойнасаңыздар болады. Досыңызға кез келген сөзді жасырасыз, яғни маған дыбыстап бер деп. Ол сол сөзді кезек-кезек мысалы алфавиттегідей атап шығу керек қой ретімен. Next, exercise 8. Look again at the dialogue in exercise 2. Яғни екінші жаттығудағы диалогқа қара дейді. Change the blue words. Өкпен берген сөздерді өзгертіп, өзіңіз жаңа диалог шығаруларыңыз керек. Мен мысалға сіздерге жаңа диалог құрастырдым. Сіз бұл жерде кез келген сөзді қоя аласыздар. This dialogue between Arman and Ali. Мен бұл жерде Арман мен Али деп алдым кейіпкерді. Сіз досыңыздың екеуіңіздің аттарыңызды жазсаңыздар болады. The first. Ali, can you speak French? Ali, сен француз тілінде сөйлей аласың ба? Yes, I can. Why? Я сөйлей аламын. Неге сұрадың? I don't understand this. Мен мынаны түсінбедім. How do you say cat in French? Әгерде өзгертілдің кетіппін. French. Cat сөзі француз тілінде қалай болады? I think it's chat. Менің ойымша ол chat. Sorry, кешір. Can you say that again? Қайталай аласың ба? How do you pronounce it? Қалай айттың? It's chat. Can you spell that for me, please? Сен оны маған дыбыстап айтып бере аласың ба? Өтінемін. Yes, of course, әрине. It's C-H-A-T. Okay, thanks. Рахмет дейді. Біз осымен 74-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен, жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.